Сәлем достар, менің есімім Анель, бұл сыр білім парақшасы. Және де күнделікті сұрақтар келгенде, бір оқырманның сұрағы осындай келген, және де шыны керек, мен ойланып қалдым. Сұрақ мынандай. Анель ханым, неге сіз тек ауызбен жасалатын қатынас жайында видео көп түсіресіз, және сол сұрақтарға жауап бересіз? Шыны керек, мен сразу ойланып қалдым, шынымен неге мен сол жайында осыншама көп ойланып қалдым, шыны керек. Сосын сұрақ жауап рубрикасы бар Инстаграмда да, мен қараймын. Соның екінің бірі сұрағы это ауызбен жасалатын қатынас. Вот прям, екінің үштен бірі, да, вот так. То есть там 100 сұрақ келсе, оның там 30 или 40 это ауызбен жасалатын қатынас. Понимаете, да? То есть қаншалықты адамдарға бұл тақырып өте өзекті. Және де менің парақшамның айырмашылығы, және де мен как специалист ретінде менің ерекшелігі, мен осындай нәрселерді ашығынан айтам. Осындай мәселе болса, адамдарда сұрақ болса, оны ұят деп мен көз жұмаймын. Мен ашығынан айтам. Мен ойлаймын, что менің оқырмандарым мені сол үшін жақсы көреді. Да? Ашық, қысқа да, нұсқа, қалай болса қазақша мен әйтеуір мен тырысамын да, сөйлеп түсіндіруге. Бірақ түсінемін, үйренемін деген адамдар бәрібір мені түсінеді. Түсінбеймін, түсініксіз емес, мынау адамдар бәрібір мені түсінбейді. Да? Вот, соның ішінде мынандай сұрақ келді. Көне жасау діни тұрғыда қалай екен? Да? Діни тұрғыда. Мына жерде діни дегенде бәрібір біз қазақ еліміз, да, мұсылман елі, ислами, да, сол үшін өзім де мен мұсылман болған соң, діни тұрғыда ұстанымым бар болған соң, мен осы жерде діни дегенде исламды айтам, да. Маңызды жайт. Мен діни маманы емеспін, сол үшін бүкіл алынған ақпарат, бұл астындағы ресми, мен жазып қойдым, ресми парақшалардың сілтемесін қойып қойдым, солардан алынған, да. То есть мен сол ақпаратқа сай сізбен осы видеомен бөлісемін. Енді айтайық, да. Негізінен бұл бірінші видео емес менің, да, ауызбен жасалатын қатынас үшін бөлек плейлист бар менде. Видео өте көп, сұрақтардың түрлері де өте көп. Бірақ мына жерде просто діни тұрғыдан бір рет бүйтіп жауап берейінші, и все. Менен бұлай осы тақырыпты жабамыз деп ойлаймын, да. Біріншісі, да, вот астыңғы мен екі сілтеме қойып қойдым, Қазақстанның, да, ресми парақшалары. Сол жерде пікірлері қандай? Біреулері айтады, как бы бір сайтты. Сіз өзіңіз оқып қараңыз, да, міндетті түрде. Бұл харам емес, бірақ та макрух, яғни керек емес, да, то есть өте прям запрет емес, бірақ одан типа тыс жүру керек сияқты. Вот сондай бір бар, да, макрух деген сөз. Енді дінді білетін адамдар біледі, да, осы сөзді. Яғни керек емес, это как бы типа, былай айтуға болады, да, типа, одан аулақ жүру керек, типа такой макрух. Жасамағаны жөн, вот так вот, да, жасамағаны жөн. Бірақ бұл харам деп есептелмейді. Харамға десек, да, діни тұрғыда не болмайды дегенде, да, оның тоже түрлері бар, мен қазір сәл кештеу сізге айтамын, да. Яғни, қазақстандық ресми парақшаларын айтсақ, сол жерде бұл рұқсат етілмеген демеген, бірақ керек жасамағаны жөн, да, то есть біреулері там бір сайттың ішінде вроде тыйым салынған деп жазылған, но и то былайынан, короче, былайынан қарауға болады, былайынан, короче, видео солай, видео емес мақала сондай, да, как бы статья, соны оқыңыз, то есть типа болмайды дегендей, да, сол үшін соншалықты адамдарда біздің қазақ қоғамында сұрақ, потому что түсініксіз, былайынан вроде болады и болмайды, короче, басы қатып жүр адамдардың, басы қатып жүр. И, кстати, достар, мен діни тұрғыда мамандар болса, олар осы тақырыпты ашығынан сөйлескісі келсе, мен Қазақстанда, мен ашықпын. Именно как дискуссия ретінде тікелей эфир істейміз ба, да, мен дайынмын. Бірақ мен білгенім, көбісі просто айтады, все, бұл харам, да, бұл болмайды, бұл жеркенішті, вот, айтатын сөзі осы. Маған солай керек емес, давайте нақты сөйлейік, сұрақ, жауап, да, как бы, потому что бірнеше пікір бар, да.
соған дайын білікті маман болса, не так үйде оқыған, а білікті имамдар да тоже болады, да? Как вариант. Просто олар дайын ба деген сөз YouTube-қа менімен шығуға. Ладно, это бөлек тақырып қой енді. Мен сілтемелерін бәрібір видеоның астына қойып қойдым. Екінші пікір, это мен ұстанатын пікір. Сілтемесінің астына қойып қойдым, umma.ru. Бұл Қазақстанның имамы емес, бұл Ресейдік. Сол жерде күшті жазылған. Негізінен мені оқитын, мені қолдайтын адамдар осы пікірді ұстанады. Мен сізге оқиын. Орысша да, мына жерде айтады, сұрақ қойғанда, сілтемесіне оқисыз орысшасы да, ауызбен жасалатын қатынас жасауға бола ма дегенде, ол айтады, егер де ерлі-зайыптың арасында келісім болса, онда допустимо, яғни болады дейді. Онда допустимо болады. Екеуінің келісімі бойынша. Все, мен нақты соны айтып жатырмын сізге. Ерлі-зайыптың арасында келісім болса, проблема жоқ. Это имам айтқан. Вот, сілтемесін оқыңыз. Енді не болмайды, не харам, не рұқсат емес, да, дұрыс емес. Бұл етекір кезінде, да, менструальность этот. Послеродовой, это әйел босанғаннан соң да, там 40 күн бірнеше там болмайды қосылуға. Дневное время в часы, то есть Рамадан ораза ұстағанда, вот когда ораза кезінде болмайды. Ихрам это қажылыққа барғанда да, или умраға да, осындай ихрам киеді. И аналдық жыныстық қатынас. Все, мынау тыйым салған, да. Все. Это вот прям харам нақты. Остальное время, форма, периодичность по усмотрению, обоюдному согласию жены и мужа. Ары қарай қан там түрлері, қаншалықты көп жасайсыз ба, аз жасайсыз ба, бәрі по обоюдному согласию, яғни екі ара келісім бойынша. Вот это маған прям залетело. То есть мен онымен шынымен бізге заманға сай, ешкім таз дәуірде қалып қойған жоқ деп айта салайын, да. Ну, как бы ерлі-зайыптар өздері шешеді. Все. Басқа бір мақалада этого тоже оқыңыз. Мен таң қалдым. Мынандай пікір жазды да. Былай айтып, мен сізге оқиын. Ну, короче, бір сөзбен айтқанда, ауызбен жасалатын қатынас ары қарай аналдық жыныстық қатынасқа өтеді. Это откуда они взяли? Я в шоке. Қайдан тапқан? Біздің байғұстар осыны оқып, сосын ойбай, Құдай сақтасын деп жүреді. Ну, короче, оқисыңдар да, мен сілтемесін қойып қойдым. Шок қой, достар. Ну ладно, в общем, я просто таң қалдым да, прям скриншот жасап алдым. Ну, ауызбен жасалған аналдық жыныстық қатынасқа өтсе дегенде, это что-то новенькое деп қойдым. Все, достар, түсінікті да, ары қарай, енді мынандай кеше ғана бір ойым келген, сонымен де сізбен бөлісейін деп едім. Негізінде сұрақ діни тұрғыда, вообще мен байқағаным, осы блог ашқалы, да, уже 2 жылдай болады, осы парақшамы, YouTube парақшамы. Нені байқадым? Көп кісілер, да, вот діни тұрғыда анау мынау дейді, вот сен осындайсың, анау мынау дейді. Бірақ байқағаным, олар басты діни тұрғыда нәрселерді білмейді. Басты зинақорлықты білмейді. Яғни төсек қатынас тек күйеумен әйелмен бірге. Оны білмейді. Оларға жезөкшеге бару это норма. Мен әйеліме жасамайым ауызбен жасалатын қатынасты, минетті жасатпайым. Бірақ жезөкшеге жасатам. Да? Діни тұрғыда құндылық өте, то есть білмейді, басты нәрселерді білмейді адам. Кішкене дінді, кішкене де болса да, кішкене оқу керек қой, енді білу керек, ол енді басты нәрсе. Да? Жуынбауы, да, дәреттен шо, үлкен кіші дәреттен жуынбауы да сол да. Вот байқағаным, который діни тұрғыда білімі бар адамдар, да, олар өз пікірін өзгеше айтады, да, мынандай бар, осылай бар, өте. И олар даже көбісі былай жазбайды, потому что олар біледі, и былай да болады, и былай да болады. А вот это нағыз, сен осындайсың, мынандайсың, олардың шыны мәнінде көбісіне діни тұрғыда білімі жоқ, негізінен. Именно ислами, да. Раз жезөкшеге мене жасатуға болады, әйелге это болмайды. Не, әйелім жәлеп пе деп, да? Ну, типа вот так вот.
Ой, короче, солай достар. И еще бірдеме айтқым келіп жүрген, енді бұл сіз осыны оқысаңыз тоже пікір қалдырыңызшы. Мен таң қалғаным осындай бір сілтеменің ішінде айтқан, типа әйелден шыққан сұйықтық это типа нәжіс әйелге. И получается, типа әйелге жасауға болмайды, а еркекке жасауға болады дегендей ба? Какой-то тоже, понимаете, сол үшін маған бір түсті да, қыз достар. Былайынан да вот нақты жауап жоқ. Вроде болмайды, но әйелдердікі жұса это нәжіс. Да? Еркектердікі айтпайды, потому что сперма это не нәжіс, да? Ну, как бы, это такие термины уже, да, чуть-чуть енді. Ой. Вот, так что тут смс-ку кидают мне. Все, достар, я надеюсь, осы сізге видео ақпарат берген, шешім өзіңізден, да? Себебі діни тұрғыда неге мен мына жерде жоқ, халал, харам деп айтпаймын. Мен біріншіден, мен діни маман емеспін. Екіншіден, діни тұрғыда өзіңіздің, бұл өте жеке, өте ішкі дүние. Үшіншісі білмейді, бұл тек қана сіз және де Алланың ортасындағы нәрсе. Да, то есть мына жерде біреудің ішіне, жан дүниесіне кіру, бұл өте жеке. Сіз былай жасасаңыз да ішкі дүниеңіз қалай? Сол үшін діни тұрғыда сіз бетке қарамайсыз, түріне қарамайсыз, сіз адамның ішіне ішкі дүниесі қалай сөйлейді, қандай адам екен, солай байқайсыз. Маған енді сеңіз, мен уже қанша жылда, қанша адамдар өтті кетті, көрдік. Так что діни тұрғыда бұл өте жеке, өте ішкі дүние, өте ішкі сезім, ішкі сіздің екі ара, ерлі-зайыпты арасында шешілетін нәрсе, да? То есть мынандай нәрселерді сіз өзіңіз шешесіз, да? Бұл мен өз пікірмен бөліскенім. Осы видео сізге ұнаса, тоже лайк басып қойыңыз, менің парақшама тіркеліңіз, және де басқа сұрақтар болса, осы тақырып туралы сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде пікір қалдырыңыз. Рахмет, сау болыңыз.